бұл біздің 3-ші сабағымыз, және де өте маңызды десек те болады, себебі бұл жерде де біз жаңағы ойлауды өзгертеміз. Себебі барлығымызда болса да осы уақытқа дейін бір ойлау жүйесі қалыптасқан. Мысалға, қалай десек екен, мысалға мектепте қателесуге болмайды, қателессең төмен баға қояды. Хотя қазір керісінше дәлелденген. Былай жағы, мысалға медальдің былай жағы, екінші жағы да болады. Сонда мысалға на ошибках учатся дейді. Дұрыс емес пе? Егер сен қателік жасамасаң, сен қаяқтан үйренесің? Міне дәл сол сияқты өте белсенді болма, накажут, инициатива наказуема деген сияқты. Ал егер сен белсенді болып, өзіңнің қолыңа жауапкершілікті алып, бір істі бастап кетпесең, онда сенде қай жақтан успех, табыс келеді, Мына сондықтан осындай паттерндармен жұмыс істейміз. Оңай емес, бірақ адам бұл единственно существо десек те болады, саналы, өзін өзгерте алатын. Мысалға, енді заманға сәйкес айфонның жаңа түрлері шығып жатыр. Дәл сол сияқты мына біз перезагрузка жасауымыз керек қой өзімізді. Мына жаңа 17-ші айфон шықты ма, біз де өзімізді перезагружать етіп, жаңарып, өзгеріп отыруымыз керек. Өйткені осы жерде Эйнштейн ғалымның мына сөзі еске түседі. Сіз бұрынғы ойлау қабілетімен жаңа нәтижеге шықпайсыз. Яғни, мысал келтірейік қайтадан түсінікті болу үшін. Мысалға, мен торт жасап жатырмын да, бірақ шықпайды, көтерілмейді. Енді мен ойлануым керек қой, неге шықпайды? Дәл сол 5 жұмыртқа, ұн, қант, сол кезде мен рецепт ауыстыруым керек, дұрыс емес па? Күшті нәтиже шығу үшін, әдемі пышный торт шығу үшін рецепт ауыстыру. Дәл сол сабақта біз неліктен мен соны қалаймын, бірақ менде ол қолына келмей жатыр деген сияқты сұрақтарға жауап іздейміз. Әрқайсыңыз өздерге соны қойып, өзіңізге жауап табасыз. Себебі бұл Тони Роббинс пен Боды Шефердің курсы миллионеровтың алынған сабақтары. Сондықтан оның бәрі мына сіздер үшін тегін жүктелген, қазақша аударылып, қолжетімді болу үшін айтып жатыр қой, осындай паттерндар пайда болған. Мысалға, мен алып қарайық, менде мынадай паттерн болған екен. Енді әрқайсыңыз өздеріңіз ойланып отырыңыздаршы. Неліктен байлықтан мен бас тартқан екен осы уақытқа дейін? Себебі менің әкемнің қолы тимейтін бізге қарауға. Сонда мен ойлайтын, постоянно командировкада, енді оның ойы бізге күшті болашақты обеспечить ету ғой, дұрыс па? Ал мен, значит, бай болсаң, сен балдарыңа қарамайды екенсің, балдарың тура бір құл жетім сияқты болып жүреді екен деген жағынан өз балалық шағымнан қарағанмында, менде негатив қалып қойған ғой. Сондықтан мен өзіме айтқам, керек емес. Лучше средний класс, зато мен балдарыма көңіл бөлем деген ой қалыптасқан, представляете? Енді өздеріңізде, сіздерде қандай не бар? Неліктен сіз қашасыз? Неліктен егер жаңа қолыңыздан келмей жатса, значит, сіз қашып тұрсыз одан деген сөз. Өйткені миға жеңіл салу. Ай, қойшы. Оған нагрузка түспесе, ол бір выживание көрмесе, ол бір аштықты көрмесе, оған сол комфорт зонада жүрген пайдалы. Ал пайдалы емес, ыңғайлы. Сондықтан қазір мына миды шайқау керек, қозғау керек. Неге менде ол шықпайды? Қанда ойланып көріңіздер, не бар? Егер сізде ол шықпай жатса, значит, сізде кедергі болатын сондай бір ой тұр. Табыңыздар соны түбегейлі тамырымен жұлып тастау керек қазір. Содан кейінгі мәселе, енді кім виноват? Бұл жерде, мысалға, мен айта алмаймын, әкем кінәлі. Мен балалық көзбен солай қарағанмын, бірақ мен әке-шешем арқасында осындай жағдайда отырмын, дұрыс емес па? Сондықтан біреуге деген обидада мұғалім кінәлі, анау кінәлі дегеннің бәрін алып тастау керек. Обнулиться надо, орысша айтқан кезде, прям нөлден бастап, кім кінәлі, не важно, кінәліні вообще іздемейміз. Енем кінәлі, қайын жұрт, қайын апам, білмеймін, подругам, күйеуім, бала-шаға, бәрін жалпы не важно кім кінәлі. Міне соның бәрін шығарып тастаймыз да, өзімізге жауапкершілікті аламыз. Міне бүгінгі сәттен бастап, бүгінгі күннен бастап айтқым келіп отқаны. Себебі, білесіздер ма, сіздер обнуляция еткен кезде жаңадан стартты бастау, ол уже семимильными шагами дейді ғой орысша, яғни тезірек болады да.
есе көбірек сіз күшті қарқынмен жұмыс істей бастайсыз. Жан жағыңыздағылар қарайды, не өзгерген, қалай, бәрі білгісі келеді, иә? Ол всего-то-напросто сіздің ойлауды өзгерттіңіз, болды. Жаңағы тұрған торымыздарды алып тастадық қой, иә? Мидағы тұрған кедергілерді, программаны ауыстырып жатырық қой жалпы, иә? Жаңа программаға. Енді жетістікке жетелейтін мидағы кедергілерді іздейік, арамшөптерді іздейік. Ол не? Мысалға мен алайық. Менің жағдайымда термомиксте көбірек мастер-класс жасасам, менде сауда көп болады. Дұрыс қой, элементарно. Қаншалықты 40 адамның алдына шықсам, 5-10 адам көрсе, аптасына 3 рет жасасам деген сияқты. Бірақ менде, мен ақша тапқым келеді, ол ұнайды маған. Тамақ істеген ұнайды, халықпен сөйлескен осылай, біліммен бөліскен барлығы ұнайды. Бірақ мида кедергі тұр ғой. Есть одно но, какое? Термомиксті апару керек, чашыны жуу керек, продукт апару керек, оны жуып турау керек. Сосын адам көріп алмаса ше, кредит шықпай қалса ше, көрдіңіз? Бұл жерде сіз түсінуіңіз керек, та? Мен істемейсем, күйеуім бар ғой деген сияқты нелер болмау керек, мен соны істеуім керек деу керек. Себебі тарихта бір адам болса да ұрпағының жаңағы несін өзгертіп кеткен ход история дейді ғой, иә? Бір адам болса сізден де басталады сол сіздің бала шағаңызға, немерелеріңіздің бай болуы, бақуатты болуы. Дұрыс емес пе? Міне, енді мен жасармаймын бүгіннен бастап. Сондықтан мен осыны қолға алуым керек. Ертең емес, откладывать вообще қажет жоқ. Ертең емес, понедельник емес, марттан бастап, күзден бастап, әйтеуір бір 99 жылдығының қажет жоқ. Міне, бүгін, міне қазір, просто сіздің енді алгоритміңіз қандай мен білмеймін ғой. Менің случайымда ол телефондау, звондау, клиенттерге нақты ұсыну деген сияқты, жаңағы заттарымда БАДы бар ма, консультациям бар ма, тағы сол сияқты. Жаңағы техника қандай? Мысалға, жайында айтып кеттім ғой, менің жағдайымда мастер-класс жасау. Успехке не жетелейді, ол элементарно презентация жасау затымды, және мастер-класс жасау. Енді жеті неге деген сұрақты қоя отырып, сіз соның ответін табасыз ғой. Жауабын тапқан кезде, міне осы жерді паузаға қойыңыз да, өзіңізге сол жеті негені қойыңыз. Неге мен оны жуғым келмейді? Неге мен оны тасып барғым келмейді? Ол ауыр. Болса ше, неге? Мысалға, менің 3 сағат презентация жасап кетсем, ол кемінде 50-60 мың теңге болады да. Қандай бизнес маған 3 сағатта ондай ақша төлейді? Біреу бір күн жұмыс істеп табады, дұрыс емес пе? Міне сондай плюстар жағын тауып, және де мына жеті неге деген сұрақты қойған кезде сізге жауап келеді, және де ол жауап бір керемет сізді эмоцияға бөлейді. Мүмкін жылауыңыз мүмкін, деп ерік беріңіз, жылағыңыз келсе жылағыңыз, күлгіңіз келсе күліңіз. Себебі бұл енді керемет әлемдегі коуч, мықты миллионерлерден алынған сабақтар ғой. Осы жерде тағы да айтқым келгенім, байлар мен кедейлердің сұрақтары былай болады, қараңыздар. Байлар кедейлер өздеріне почему не получается дейді. Мне это не получается. Почему не получится дейді. То есть кешірім өтінемін. Ал байлар как это сделать дейді. Міне кез келген сұрақты осымен ауыстырыңыз. А как это сделать? Сол кезде сіз бір қадам болса да успехке жақын тұрасыз. Жаңағы өзіңіздің арманыңыз, миллиондарыңыз соған тезірек жаңағы қадымдап дейді ғой, тезірек жақындайсыз. Енді бұл жерде себебі адам жертва емес. Адам осындай бір существо, который өзіне өзі выбор бере алады. Я былай жүру. Осы жерде бір мысал ретінде келтіріп кетейін. Storytelling, история ретінде, Виктор Франкл кітабын оқысаңыздар, «Скажи жизни да» деген, білесіздер, Холокост жаңағы лагерінде еврейлердің бәрін алып немістер не қылады? Өртейді газовый камераны. Сонда осы мықты психолог ол айтады, мен өліп кеткім келді дейді. Ей-богу, издевательстволарын көрген кезде ол бала шағасын бәрін уже өлтіріп тастаған ғой, мамасын, әйелін басқа камераларда, оны біліп отыр. Мен қол жұмсағым келді дейді. Итагенді өлуге барды. Сол кезде мен өзіме бір мынадай не бердім дейді да. Елестеттім дейді да. Студенттердің алдында лекция беріп тұрмын дейді. Представляете, сол ой, сол арман маған
күшті бір күш берді дейді. Ана немістердің не істемесе де қандай мазақ, сайқы мазақ істеді да, бірақ соны жеңіп шығуға керемет күш сыйлады дейді. Міне көрдіңіз ба? Мысалы неге келтіріп отырмын? Адам өзіне таңдауды бере алады. Ол жертва емес қой. Жоқ, мен осымен жүре берем деген ол мал емес, е? Ол я мен осы жолды таңдаймын, я мен осы жолды. Я мен бай бақуатты болам, одан садақа болам, одан қандай да бір армандарымды орындай, мүмкін мешіт салам, мүмкін бір атымды қалдырып кетем тарихта, мүмкін бір ана историяда бір бар ғой, прачка әйел 92-ге келген, өзінің арманы болған екен Оксфордта оқу, бірақ ол соған түсе алмаса да, медсестра болғысы келген екен. Өзі сияқты кедей жанұядан шыққан қыздарға стипендия бөледі. Кейін оған сол атақты береді, бірақ ол өзі оқымағанмен қаншама жанға өзінің прачкадан тапқан $1 күнде жинайды жаңа депозитке. Сөйтіп отырып, олардаға жол ашып беріп кетеді. Соларға себепші болады. Мына қандай арман. Менде де ішімде сондай арман бар. Ал сізде қандай таңдау? Қай жолды таңдадыңыз? Қандай арманыңыз бар? Жаза кетіңіз. Енді бұл үшін және де сізге көмектесетіне, оны бірінші сабақта да айттым. Жаңа күнделік успеха дейді ғой, қазақшалай айтса екен. Табыс күнделігі ма соны. Жетістікке жету күнделігі дейді. Күнделікті өзіңізге бір кішкентай сенімділік беретін жазып отырыңыз. Мысалға мен кеше 2 видео жаздым. Мен кешке отырдым, не бітірдім, үйім шашылып жатыр, балам сабағы оқылмаған дедім да, бірақ мен айттым да өзіме, мен обесценивать етпеу керек та адам өзінің несін. Мен 2 видео жаздым ғой. Мен мүмкін қазір мені 10 адам қарап отыр, бірақ оның біреуінің бірдеңесінің өзгеруіне себепші болармын. Дұрыс емес па? Я мен жазбасам да болады, бірақ жазғанымның арқасында сондай бір ой келді да, біреу рецепт, біреу осы, сон өзіме бір галочка қойдым. Сол үшін мен өзіме бүгін кофе алып берем. Үй тапсырмасы. Осымен бізде жаңағы 3-ші сабағымыз аяқталды. Білмеймін, регламентке не қылдым ба, жоқ па, бірақ енді өте пайдалы болды деп өз басым ойлаймын. Үй тапсырмасы қандай? Біріншіден, что мешает? Сол сұраққа жаңағы өздеріңізге бұл міндетті түрде қағазбен жұмыс істейтін нәрсе. Ойламаңыздар, тыңдадым, қойдым, и что деп, қағаз сол кезде нәтиже болады, үлкен нәтиже болады. Мен сіздерге айтайын, что мешает? Соны жаңа система бойынша, сұрақтар бойынша неге? Ол неге? Екіншісі ол қалай істейін? Жаңағы богатыйлардың сұрағы, а как это сделать? Болды, міне, осы екеуімен жұмыс істеңіздер. Келесі кездескенше, достар, кішкене де болса каналдың дамуына себеп ететін сіздерге дымда тұрмайды, бірақ маған саусақтарыңызды жоғары қойып кетсеңіздер, комментарий жазып кетсеңіздер үшін ол келесі видеоларымды шабыттанып жазуға, сіздер үшін ізденуге, тағы сол сияқты көп себін тигізетін еді. Жақсы.